Сағыздың пайдасы мен зияны. Қазіргі уақытта жарнамалар тұтынушыларды сағыздың тіс шегісінен қорғайтынына және тіс қағын кетіретініне сендіреді. Дегенмен бұл мәселеде сарапшылардың өзіндік пікірі бар. Назарыңызға сағыздың пайдасы мен зиянын ұсынамыз. Сағыздың зияны. Тіс дәрігерлері кейде сағыздың пайдасыз ғана емес, сонымен бірге зиянды екенін атап көрсетеді. Кейбір адамдарда шайнау бұлшықеттері шамадан тыс дамыған, соның салдарынан тіс эмалінің тозуы күшейеді, және оларға сағыз шайнау ұсынылмайды. Сондай-ақ, егер сіз пародонт ауруымен ауыратын болсаңыз, тістеріңіздің қозғалғыштығында проблемалар болса, стоматологиялық конструкцияларды қолдансаңыз, сағызды мүлдем қолданбауыңыз керек, өйткені сағыз тіс шегісінің пайда болуына ықпал етеді. Сағыз асқазан шек жолдарының проблемалары бар адамдар шайнауға болмайды. Асқазанның шырышты қабығын тітіркендіреді. Мұның салдарынан асқазанда гастрит, ойық жара пайда болады. Сағыз құрамындағы хлорофилл және бутилгидрокситолол ментолмен бірге аллергиялық реакцияларды тудыруы мүмкін. Кейбір сағызға қосылатын мия қан қысымын арттырады және қандағы калий мөлшерін азайтады. Үнемі сағыз шайнайтын адамдарда сілекей бөлінуі күшейеді. Ұзақ шайнау сілекей бездерін жүктейді, оларды үнемі жұмыс істейді. Мұның салдары, адам шайнауды тоқтатқанда да сілекей бөлінуін жалғастырады, түкіруге құштарлық пайда болады. Бұл әрине өте жағымсыз әдет. Сағыздың пайдасы. Ғалымдар сағыздың пайдасы мен зиянын зерттеп келеді. Жапонияның радиология институтының зерттеушілері сағыздың зейін мен сезімталдықты 10%-ға арттыратынын айтады. Олар мұны сағызды шайнау процесі мидың қанмен қамтамасыз етілуін жақсартып, оның кейбір бөліктерінің белсенділігін арттыратынымен түсіндіреді. Ғалымдар сағыздың пайдалы қасиеттерін арнайы эксперимент барысында анықтады. Олар волонтерлерге жылдам реакция мен мидың шоғырлануын талап ететін тапсырмалар берді. Сонымен бірге тапсырмаларды орындау барысында қатысушылардың жартысы сағыз шайнаса, екіншісі жартысы шайнаған жоқ. Бұл ретте ғалымдар сағыздың ағзаға қалай әсер ететінін білу үшін еріктілердің миын сканерден өткізген. Нәтижесінде сағыз шайнамаған еріктілерге тапсырманы орындау үшін 545 миллисекунд қажет болды, ал сағызы бар еріктілер тапсырманы 493 миллисекундта орындаған. Әрине, осындай жағдайларда сағыз пайдалы болуы мүмкін. Мысалы, көлікке жүрек айнығанда сағыз шайнасаңыз, жүрек айнуы басылады. Сондай-ақ ұшақпен саяхаттау кезінде сағыз шайнау міндетті болып табылады. Сағыз шайнау және нәтижесінде сілекейді жұту құлақтың бітелуіне көмектеседі. Дәрігерлер сағызды мүлдем шайнауға болмайды деп айтпайды. Мысалы, ауызды аздап тазарту және тыныс алуды жақсарту үшін тамақтан кейін оны шайнау өте пайдалы. Бірақ оның ұзақтығы 15-20 минуттан аспау керек.